Ұзын бойлы адамдар әрдайым қоғамның назарында жүреді, өйткені олардың бастары қоғам арасынан сорайып шығып тұрады. Өкініщке орай аса ірі бой оның иесіне бір шама қиыншылықтарды әкеледі. Сәлем, әлем. Осы видеода мен сендерге әлемде қазір өмір сүріп жүрген аса ірі адамдарды көрсететін боламын. Ал кеттік. Мали Данк деген қыздың жасы небары 19-да, оның бойы 2 метр 23 сантиметр. Мали 9 жаста болғанда оның денесінің өсу гормонына жауап беретін мүше артық жұмыс өндіріп тоқтамайтыны анықталған болатын. Осындай дененің қателігінен қыз баланың көру қабілеті өте жаман болып нашарлап кеткен. Дәрігерлердің болжамы бойынша Мали 30 жасқа дейін жететіне екі талай. Зинап бибинің бойы 218 сантиметр. Ол Пакистанның ең ұзын әйелі болып атанды. 20 жасында ол Ұлыбританияда баспана сұраған болатын. Өйткені ол өз елінде қуғынға ұшырап мазақ болды. Бүгінгі таңда әйелдің жасы 44-те және ол қайырымдылықпен айналысады. Малкожаты Дидек польшалық баскетболшы. Оның бойы 218 сантиметр болып, әйелдер арасындағы ұлттық баскетбол қауымдастығының тарихындағы ең ұзын баскетболшысы болып атанды. Ол 25 жасында Европа чемпионатын ұтып, ең нәтижелі ойыншы болып атанды. Өкініщке орай, ол 37 жасында ауыр аурудан қайтыс болған. Султан Кюсен деген ер адам қазіргі таңда Гиннес рекорд кітабы бойынша әлемдегі ең ұзын бойлы адам болып саналады. Ол 35 жаста және оның бойы 250 сантиметрге дейін өскен. Бойы аса ұзын болғандықтан ол тек қана балдақпен жүре алады. Осыған қоса оның алақаны әлемдегі ең үлкен алақан болып саналады. Оның үлкендігі 27 сантиметр, ал қолдар өрісі 3 метрге дейін жетеді. Осындай аса ірі денесіне қарамастан, Султан Кюсен жеке өмірінде бақытты. Ресейлік Екатерина Лисина деген ханым Гиннес рекорд кітабына әлемдегі ең ұзын аяқтардың иесі деген атаумен енген болатын. Оның бойы 205 сантиметр, ал аяқтары 1 метр 32 сантиметр. Екатерина баскетбол бойынша Ресей құрама командасында өнер көрсеткен болатын. Алайда қазір ол өз өнерін модель саласы мен актерлік шеберінде көрсетіп жатыр. Линдси Хейворд әлемдегі ең ұзын актер болып саналады. Оның бойы 2 метр 4 сантиметр. Линдси Калифорнияда өмір сүреді. Қазір оның жасы 30-да және оның ұзын бойына ешқандай аурулар себеп емес. Оның ата-анасы да ұзын бойлардың иелері, сондықтан Линдсидің ұзын бойына ешқандай таңғаларлық себеп жоқ. Оның актерлік шеберінде жолы болмаған, сондықтан ол шоулы рестлинг аренада өнерін көрсетіп жүр. Лисани Дакур Сильваның бойы 2 метр 8 сантиметр. Ол әлемдегі ең ұзын модель болып табылады. Дәрігерлердің көптеген зерттеулерінен кейін қызда гипофиз деген мүшеде қатерлік ісік табылған. Соның себебімен оның бойы аса ұзын болып өскен. 2010 жылы Лисан емделгеннен кейін оның бойы өсуін тоқтатқан болатын. Ал 2013 жылы Лисан тұрмысқа шыққан. Үндістандағы Гитика Шериф Стафа деген ханымның бойы 211 сантиметр. Ол өзін спорт саласында жақсы көрсеткен. Ол Үндістанның ұлттық құрама командасының ойыншысы болып, көптеген жетістіктерге жеткен. Оның осындай аса ұзын бойы ата-анасынан мүлік ретінде көшкен. Оның әкесінің бойы 224 сантиметр болған және ода баскетбол ойнаған. 25 жастағы Джессика Пардо Ұлыбританияның ең ұзын әйел адамы болып саналады. Оның аяғының өлшемі 47 және бойы 208 сантиметр. Джессиканың айтуы бойынша, ол машина айдап үйрену курсына келгенде машинаға сыймай қалған. Джессика үшін ең қиын жағдай оның денесіне шақ келетін киімдерді табу. Әзірге осы достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, достарыңа таратыңыздар және де лайк басып, менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.